Қанша қосасыз деп сұрап жатсыздар. Енді бұл мұздатқышта сақталатын тосап болғандықтан қантты мен бірде-бір қосамын, бірақ енді өздеріңіз қараңыздар. Егер денсаулықтарыңызға қант зиян болса, онда қантты азырақ қосып, не ғұрлым сіздер қантты аз қосатын болсаңыздар, сол ғұрлым мына тосаптың дәмінен осылай таңқурай шығып тұрады. Қараңыздар, 2 килограммның таңқурайдың тең жартысын осылай жуып жай ғана салып алдым. Міне қалған бөлігін таңқурайдың бұлай блендермен ездім. Міне қант қостым бірде-бір, және де қараңыздар қандай керемет. Міне осылай. Енді келесі кезекте мына таңқурайдың үстіне дайындап қойған мына сұйықтықты қосамын. Міне. Және тағы да айта кетемін, мен тосаттарды қайнатпаймын, өйткені қайнаған кезде барлық дәрумендер жойылып кетеді. Және де бұл тосаттардың барлығын біз тек қана мұздатқышта сақтаймыз, қыздар. Міне, енді араластырамын. Қараңыздар, кәдімгі жартысы блендермен езілді, ал жартысы кәдімгі осы жеміс ретінде салынды. Қараңыздар, қандай сұлулық. Міне, таңқурай тосабы дайын. Қазір мұна ыдысқа құямын. Одан кейін сіздерге айтатын бір тілегім, ерінбеңіздер. Дәл қазіргі уақытта мұның бәрі арзан, қолжетімді бағада. Қыста бұл таптырмайтын дүние. Ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, өмірлеріңіз мәнді сәнді өтсін. Және де осы менің жасаған тосатындай, қараңыздар, әдемі болсын. Сіздер дәл қазіргі кезең нағыз тосап жасайтын уақыт. Бүгін хан қызының арқасында, жұбайы Рустем мырзаның арқасында біз өзіміз өз қолымызбен барып, құлпынайды жинап алып келдік, жудық, дайындадық, тазарттық. Енді мен сіздерге өзімнің қалай тосап жасайтыным туралы айтып берейін. Өйткені менің аналарымның кезеңінде олар кәдімгі бүлдірген болсын, қай бір жемісті алып, қант қосып, тарсылдатып қайнататын еді. Әрине ол кезде біздің аналарымыз енді білмеген шығар, барлық дәрумендер сол қайнаған процеспен кетіп қалатыны. Енді дәл қазіргі уақытта мен қалай дайындаймын? Қараңыздар, мен кәдімгідей блендермен міне қант қосып, біраз құлпынайды осылай езіп аламын. Міне қараңыздар, міне сироп дайын тұр. Одан кейін мынандай контейнерді алам, контейнер көп қой қазір. Тап-таза құлпынайды 2 рет жудым, түк те болған жоқ, езілген де жоқ, еш нәрсе болған жоқ. Содан кейін міне осылай салып алам контейнерге, міне салып алам да, үстіне бағанағы блендермен дайындаған қант араласқан мына сиропты қосамын. Міне, содан кейін қантты енді өздеріңіз қараңыздар. Қалай кейбірде уақытта қант көп болмағанын қалайды кейбір адамдар. Мұздатқышқа саласыздар. Қыс бойы пирог жасасаңыздар да, немесе шай ішсеңіздер де дайын тұрған мынандай нәрсе. Міне, мына шелекке де мен осылай дайындап қойдым. Қараңыздар. Қазір құя салам. Міне, мына шелекте де дайын. Достар, бәрі дайын болды. Міне, абрикосы, 2 түрлі абрикос менде. Апельсины, 3 тал апельсин, 2 тал лимон, 1 килограмм қант. Апельсин мен лимонды ыстық суға бір малып алып, қайнап тұрған суға малып алып, барлық мына нелерін ортасында дәнектер болады ғой, соларды алып тастадым. Дәнек болмау керек, өйткені ол дәнектің дәмі жаман, білесіздер ғой, ащы болады. Міне абрикосым кішкене 1 килограммнан асады, қант. Енді қазір мясорубкадан өткіземін.
Көріп тұрсыздар ғой, иә? Барлығы түсінікті ғой сіздерге. Достар, міне қараңыздар, жаңа көрсеттім. Сторисқа барлығын салдым. Енді міне қараңыздар, мен мясорубкадан өткіздім. Мынау кәдімгідей қабығымен саласыздар, ұқтыңыз ғой, апельсин, аралас лимон және де абрикос. Міне араластырамын. Және де 1 килограмм қант қосамын. Егер қантты көбірек немесе азырақ қосамыз десеңіз, апельсин, лимон, қант, жаңа айттым ғой, абрикос, осыларды бәрін қосып, жаздың кезеңінде олар біраз енді арзан болады ғой, сол кезде сіздер өздеріңіз жасап, дайындап, салып сақтап қойсаңыздар болады. Қыстыңғы күні бұл үлкен таптырмайтын дүние, ас болсын. Сіздермен бірге болған әнші актриса Меруерт Түсіпбаева. Достар, бәрі дайын болды. Міне абрикосы, 2 түрлі абрикос менде. Апельсины, 3 тал апельсин, 2 тал лимон, 1 килограмм қант. Апельсин мен лимонды ыстық суға бір малып алып, қайнап тұрған суға малып алып, барлық мына нелерін ортасында дәнектер болады ғой, соларды алып тастадым. Дәнек болмау керек, өйткені ол дәнектің дәмі жаман, білесіздер ғой, ащы болады. Міне абрикосым кішкене 1 килограммнан асады. Қант. Енді қазір мясорубкадан өткіземін. Көріп тұрсыздар ғой, барлығы түсінікті ғой сіздерге.